Мектебі мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деген өлең жолдарын алғаш естігенімде мен онша қатты түсінбедім. Мен сонда сыныпта 10 жыл тұрамын ба? Үйге келмей папамды, мамамды сағынамын ғой. Жазған адам неге ойланбай жазған деп таңғалғанмын. Осы өлеңді ұстаздан алғаш тыңдаған сәтте маған мұндай мектептің керегі жоқ деген ой санама сап ете қалды. Сөйтсем, бұл мектеп адамға бір-ақ рет берілетін сый екен ғой. Кейін барып түсіндім. Енді менің өмірімде мектепсіз мән жоқ сияқты. Мен мектепті жақсы көремін. Таң атса, үйден мектепке қарай асығамын. Маған мектептің ауасы да, ауласы да қатты ұнайды. Өзімді сол жерде жүрсем, жақсы сезінемін. Алдымда ұстаздарым, жанымда жолдастарым, бәрі маған менің сәби көңілімнің көгілдір экрандағы сүйікті кейіпкерлеріндей ыстық көрінеді. Үйде теледидардан, не ғаламтордан қызықты жағдайға куә болсам, мектептегі сыныптастарыммен бөлісуге асығамын. Себебі олардың пікірлері, ой болжамдары маған қатты ұнайды. Олар жасыруды білмейді. Қандай жағдай болмасын, олар өз ойларын ашық әрі әділ айтады. Мен болашақта кім болатым туралы әлі ештеңе білмеймін. Бірақ кім болсам да, осы мектепте өткен оқушылық өмірім туралы менің мектептегі арманым деген кітап жазамын.